Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Міне бүгін енді қолымнан келгенше көрпеге жүн салып, қолымды үйде дамыта отырып, көрпеге жүн салып жатырмын. Өзімнің жасаған көрпемді көрсете кетейін деген. Таза қойдың жүнінен көрпеге жүн салып, соны өз қолымнан дайындап қабып жатырмын. Жанымызға жылу сыйлаған Бір адамдық көрпе екі айландырып қабып алдым өзіде. Ортасына зор салып, шүкір тағыда бір жағына ауыр қатпен бастырып қоямыз. Көбірді тартып кеткен үшін жүгімізді ұзындап бір қап жіпті кеденімізге сабақтап алып, ортасын тігеміз. Қолдап, тарата, лайк, комментария жаза отырыңыздар. Әрбір қазақтың білуге міндетті қол өнері. Өзіміздің көрпемізді жасап, үйіміздің берекесін келтіріп отырайық. Қуанышты күндерге шүкір, бар қадірін білгенге шүкір. Асқан байлық сұрамаймын мен, аман есен жүргенге шүкір, аман есен жүргенге шүкір. Шүкір тағы да шүкір, үйіп берген бағыңа шүкір. Күпірліктен сақта жаратқан, қолымдағы барыма шүкір. Шүкір тағы да шүкір, үйіп берген бағыңа шүкір. Күпірліктен сақта жаратқан, қолымдағы барыма шүкір. Я жаратқан Алла, асқан байлық сұрамаймын мен, аман есен жүргенге шүкір.